көрермендері, мен сіздерге бүгін пигодидің қыр-сырын үйрететін боламын. Және де сатылымға жасаған кезде қанша граммнан салу керек, ішіне салатын корей салатының дәмін тура корейстердікі сияқты етіп қалай жасау керектігін барлығын осы видео барысында айтатын боламын. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар өте қуаныштымын. Ең алдымен ұнға кішкене тұз дәміне қарай және де 1-2 қасық дрожж саламыз. Сосын жылы суға осылай қамырды шетінен жылы суды құя отырып жайлап илейміз. Бұған ешқандай майды да қосудың қажеті жоқ, себебі қазір қамырды біткен соң маймен бастырамыз. Егер де қамырдың құрамына май қосып илейтін болсақ, бұл қамырымыз тығыз болып қалады. Себебі пигоди онсыз да жай ғана буға пісірілетін болғандықтан қамырдың ішіне май салудың ешқандай қажеті жоқ. Тек толықтай ашытып болған соң ғана маймен бастырып шығамыз. Қамыр осындай қатылау болды. Енді бұны ашыған кезде жұмсақ қолға жабыспайтын әдемі болып тұру үшін осылай маймен бастырып шығамыз. Кішкене майымыз сіңгенше біраз илеп, жақсылап басын қайырып отырып, майды ішіне сіңіріп жібереміз. Бұл қамырдың эластичный болуына көмектеседі, яғни қамырымыз ашыған кезде әдемі болып, қолға ыңғайлы болып, икемделіп, жұмыс жасағанға оңай болады. Міне осыны қазір жақсылап бастырып, ашығанша қойып қоямыз. Жылы жерде тұру керек. Енді қамырым ашыды. Осылай ашыған қамырды егерде сатылымға жасаймын десеңіздер, онда 100 граммнан бөліп алу керек. Бастырып қоямыз көтерілгенше бетін жауып. Енді пигодидің ортасына салатын чимчи салатымызды дайындаймыз. Осылай ашылған сочный қатты сабызымызды мұздай суға салып қоямыз. Бұл міндетті түрде 10-15 минут тұру керек. Және де мынау капуста мен фаршты дәміне қарай тұз дәмдеуіштер қосып қуырып аламыз. Сабызды теркадан өткізіп, оған қажетті кішкене қызыл бұрыш, паприка, қара бұрыш. Егер де весовой алсаңыздар, ол өте керемет дәмді болады. Мынандай пачкада емес, весовой сатылады кейбір жерлерде. Сол нағыз керемет осы салатқа дәм береді. Бұл салаттың ең мықты фишкасы мынау кориандр, молотый кориандр, яғни кинза деп аталынады. Осы кориандр қосу арқылы біз нағыз корей салатының дәмін алатын боламыз. Және де салат араластырған кезде де мыжымаймыз, ешқандай күш салмаймыз, жай ғана осылай қолмен көтеріп отырып араластырып, қаласаңыздар кішкене қияр қосып жіберсеңіздер болады. Және де сарымсақ. Осы чесногымызды әдемілеп теркадан өткізіп алып, ең соңында барып қызып тұрған майды үстіне құйып шығамыз. Сол кезде біздің қиярымыз, сарымсағымыз кішкене жұмсарып, ыстық майға шала пісетін болады, және сәбізіміз де шала пісетін болады. Ешқандай мыжымай, осылай күш салмай, жай ғана көтеріп отырып, астына үстіге қарай ішіндегі барлық дәмдеуіштері біркелкі болып араласқанша қозғап араластырып тұрамыз. Көп араластыруға беруге де болмайды, себебі қатты суы шығып кетеді. Және де бұл салаттың ең керемет тағы бір қасиеті бар, ол ұзаққа сақталынады. Морозилькеге қойып қойсаңыздар да болады. Уксус қоспадым. Уксус қосылған салат көпке шыдамайды, ары кетсе бір күн ғана шыдайды. Сол себептен бұл салатқа уксус қоспай осылай жасайтын болсаңыздар, салаттарыңыз 2 аптаға дейін де жарай береді. Бірақ дәмі деген өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді расстойкада тұрған қамырды осылай қолмен ғана жаймалап аламыз дағыны. Ортасына ыстық болып тұрған қуырылған фаршымыз бен капустамызды салып шығамыз. Сол кезде бұл қамырды қайтадан мантоваркамызға салған кезде жылдам көтерілетін болады. Яғни бірден сала салып, түйе салып пісірмейміз. Ыстық фаршты салған кезде қамырымыз тағы да осының ыстық буымен шамалы көтерілетін болады. Сол кезде барып пісіретін боламыз. Бірден салып пісіре салсаңыздар, онда дұрыс шықпай қалады, ол да тығыз болып қалады. Сол себептен кішкене қамырымызды қазір түйіп болғаннан кейін міндетті түрде тағы да расстойкаға қоямыз. Яғни осы ішіндегі фарш мен расстойкада тағы да тұруы қажет. Ішіндегі фарш ыстық болғандықтан көп уақытты алмайды. Ары кетсе бір 5 минут қана расстойкада тұрса жеткілікті болады. Осылай түйіп алғаннан кейін пигодиларымыздың ауыздары ашылып кетпес үшін кей жағдайда болады, ішіндегі
фаршы тығыз болғандықтан пигодиларымыз ашылып кетеді дағыны. Товарный виді, яғни пигодидің түрі сүйкімсіз болып қалады. Сол себептен сатылымға жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде осылай жақсылап жауып бекітіп алғаннан кейін үстінен тағы да екінші рет қайырып шықсаңыздар болады. Мына мантоварканың астын майлап алып, пигодиларымызды орналастырып шығамыз. Және де салған кезде де байқасаңыздар, мен ешқандай бір-біріне жақын орналастырған жоқпын. Осылай арасына ашықтау етіп орналастырсаңыздар, піскен кезде көтеріліп ісінеді. Пісу уақытысы 45 минут. Мына пигоди дайын болды, осылай болып пісті. Ешқандай ашылған жоқ. Енді ортасына салатты салу үшін пышақпен кесіп аламыз дағыны, орналастырамыз. Мына іші барлығы толық пісті, қамырымыз құрғақ. Қазір болған соң тағы да кесіп көрсетемін ортасын. Ортасына салатты саламыз дағыны, осылай бетін қалағаныңызша жаңағы майонез, кетчуп деген сияқты заттармен сәндеп шығамыз. Егер де сатылымға жасаймын десеңіздер, онда осы кетчуп майонезді астына бірінші ішіне салып жіберіп, сосын барып үстіне салатты қойсаңыздар, сонда салафандарыңызға жабыспай, жағылмай, әдемі өзінің товарный видін сақтайтын болады. Яғни түр-түсін әдемі қалпын сақтайды. Ал мынау үй жағдайында жасалынғандықтан осылай түр әдемі болу үшін бетіне майонезбен кетчупты құюға болады. Міне ортасын қараңыздар, қамыр барлығы тесік-тесік, ешқандай тығыз болмаған, әдемі болып піскен. Міне ортасын қараған кезде осылай болып шығады. Жасап көріңіздер. Және де нәтижесін комментарий бөліміне міндетті түрде бөліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.